Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Пайдалы ақпараттарды 99% адамның тіркелмей қарайтыны өкінішті. Арнадағы пайдалы ақпараттарды қажеттіліктеріңізге жаратып, каналға тіркеліп, қазақша контентті қолдай кетіңіздер. Алғаш рет әйгілі Coca-Cola сусыны осыдан 137 жыл бұрын, яғни 1886 жылдың 8 мамырында ақш-тың Атланта қаласында дайындалған екен. Сусынды американдық фармацевт Джон Стит Пембертон ойлап шығарған. Ал сусынға бұл атауды Пембертонның есепшісі Фрэнк Робинсон беріп, Coca-Cola деп каллиграфия түрінде жазған. Сол жазу 137 жылдан бері атақты компанияның логотипі саналады. Coca-Cola'ның негізгі құрамы коки дейтін жапырақтың 3 бөлігінен және кола тропикалық жаңғағының 1 бөлігінен тұрады. Кейбір деректер бойынша кока сөзі кокаин өсімдігі атауынан шыққан. Одан кокаин атты жергілікті тағам өнімдері, есірткі және бүгінгі тақырыбымызға арқау болған сусын алынады. 1903 жылға дейін сусынның құрамында кокаин болса керек. Мұны аңыз санайтындар арамыздан табылса да, 19 ғасырдың соңында кокаинге тиым салынбағандықтан газдалған сусын жасау үшін кокаиннің жапырақтары пайдаланылды. Одан алынған сусын бастапқыда кез келген жүйке жүйесі аурулары мен бедеулікті емдейтін дәрі ретінде сатымға шығарылды. Солай заңдастырылған. Алғашқыда сусындары Атлантаның атақты Джекоба дәріханасында сатылды. Ол кезде Coca-Cola'ны күнделікті тұтынушылар саны 9-дан аспайтын еді. Бірінші жылы компанияның жылдық тауар айналымы бар болғаны 50 ақш долларын құрайды. Ал Coca-Cola'ны жасап шығару үшін фармацевт кәсіпкер 70 ақш доллары көлемінде қаржыны жұмсайды. Яғни 19 ғасырдың соңында Coca-Cola пайда келмейтін әрі шығыны көп шаруа болды. Дегенмен Пембертон шығынға қарамай бұл сусынды брендке айналдыруды мақсат етеді. Осылайша фармацевт кәсіпкер 1888 жылы Coca-Cola'ны сусын ретінде сату құқығын иеленеді. Coca-Cola'ның атасы өз ісінің үлкен болашағына сенді. Оны сол сенімі алдамады. Бүгінде бұл сусын әлемнің барлық елінде сатылымда бар, бірақ Куба мен Солтүстік Кореяның нарығында жоқ. Сарапшылардың пікірінше, әлемде күніне 1,5 миллиард Coca-Cola сусыны сатылады. Демек, әлемнің әрбір 7-ші тұрғыны бұл күнде бұл сусынның бір бөтелкесін ішеді. Өкінішке қарай, Пембертон өзі шығарған Coca-Cola сусынның мұндай адам сенгісіз жетістіктерін көре алмай, сусын ретінде сату құқығын алған 1888 жылы 57 жасында өмірден өтті. Кола ішкеннен кейін ағза біраз өзгерістерге ұшырайды. Coca-Cola'ның зиянын осымен бірнеше рет айтсақ та, оны әлі де тастар емеспіз. Әлем бойынша танымалдыққа ие болған сусынның ағзаңызға тигізер кері әсерін тағы бір мәрте біле отырыңыз. Сонымен, Coca-Cola ішкеннен кейін сіздің ағзаңыз қандай жағдайда болады? 10 минуттан кейін коланың құрамындағы 10 қасық қант ағзаға сіңе бастайды. Қанның бір күндік нормасын Coca-Cola'ны бір ішкенде қабылданады екен. Соншама тәтті сусынды ішіп ағза құсқысы келеді. Алайда бұны кола құрамындағы фосфор қышқылы басады. 20 минуттан кейін дәл осы уақыттан қандағы инсулиннің шамасы күрт көтеріліп, бауыр қабылдаған қанттарды майға айналдыра бастайды. 40 минуттан кейін ағзаңызға кофеин түгелімен сіңіп, көздің қарашығы үлкейеді. Бауыр қанға қантты көбірек бөліп, қан қысымы көтеріле бастайды. Аденозинді рецепторлардың сезгіштігі төмендеп, өзіңізді сергек сезінесіз. 45 минуттан кейін ағзаңыздан дофамин атты гормон бөліне бастайды. Бұл гормон миға әсер етіп, сізге лезде ләззаттық сезімді сыйлайды. Көріп отқандарыңыздай, коланың зияны бәрімізге белгілі. Бірақ сонда да кола ішкенді көп адамдар күнделікті әдетке айналдырған. Денсаулықтың қадірін әркім өз шамасына келгенше күтіп баптайды. Кола ішу, ішпеу бұл әрине өзіңіздің неңізге байланысты, таңдау мүмкіндігіңізге байланысты. Әрқашан аман сау болып, әрдайым денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер.